Халықаралық әділ сөз бостандығын қорғау қоры түсіндіреді. Митингті қалай жазып көрсетуге болады? Әдетте рұқсат етілген митингілер қауіпті емес. Бірақ ол жерде де бір күтпеген жағдай болуы мүмкін. Ең қолайсыз жер бұл көпшіліктің ортасы. Топтың ішінен біреу құлауы мүмкін, топ арнасы қаттағын сияқты қысуы мүмкін. Оқиғаны шетте бақылау керек. Бұл шолу жасағанға жақсы. Рұқсат етілген митингке етегі ұзын желбіреген киім, мойынға шарф орап, биік өкшелі аяқ киім киіп баруға болмайды. Спорттық үлгідегі киіну ең жақсы таңдау. Егерде митингіде жаппай тәртіпсіздік орын алатын болса, онда өзіңізбен пайдалы нәрселерді алып жүргеніңіз жөн. Ол маска, ол көзілдірік, көзіңізді сақтау үшін, ол жай су, лимонды су немесе лимонның өзі. Көзден жас ағызатын газ тисе, аузыңызды шаю үшін өте лайықты. Өзіңізбен бірге пресса деген жазуы бар кеудеше, жапсырма немесе таңғыш алыңыз. Ал жеке куәлік пен редакциялық куәлік немесе редакциялық тапсырма болуы міндетті. Заңға сілтеме, видеоға пікірлерде.